Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен жасыл жасымықтан котлета жасайтын боламыз. Мен мұнда ешқандай да ет қосқан жоқпын. Бұл өте жұмсақ әрі дәмді болып жасалынды. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Егер сіздерге ұнаған болса, ең алдымен жасыл жасымығымызды жақсылап жуып, оны жарты сағатқа немесе 40 минутқа жұмсақ болғанша жақсылап пісіріп аламыз. Мінекей менде бір 40 минуттай тұрды, жұмсақ болғанша пісірдім. Осы піскен жасымықты үстіне бір жұмыртқаны қосып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Мен мұнда нанды жібітіп қойдым. Егер сіз бұлай жасағыңыз келмесе, панировочный сухари қоса салсаңыз болады. Менде панировочный сухари болмағаннан кейін осылай нанымды жібітіп қойдым. Енді жасымықтың үстінен қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен мұнда бұрыш пен тұзды қостым. Және де кішкене сүт қостым, оны тағы да жұмсақ болу үшін. Жақсылап араластырып, жұмсарған нанымызды осылай суын ситадан өткізіп, оны жақсылап қасықпен езіп, ситадағы нанымызды жасымықтың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғаннан кейін оны домалақтап, котлеттің формасына жасап, дайындап қоямыз. Мінекей котлеттеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған табамызға сары май немесе пістенің майын құйып, котлеттерімізді қуырып аламыз. Бұл котлеттерді бір 5-6 минуттай қуырсаңыз жеткілікті. Өйткені бұл ішінде ет емес, ол піспей қалады дейтіндей, ұзақ пісірудің қажеті жоқ. Сол үшін 5-6 минутта пісірсеңіз дайын болады. Егер де майы жеткіліксіз болса, кішкене майды қосып, айналдырып пісіріп алсаңыз болады. Мінекей котлеттеріміз дайын болды. Ол осындай жұмсақ, әрі де үлкен көлемді болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.